Сотталушы Сәрсенғали Сұлтан Самиғұлұлы, сізге сот соңғы сөз сөйлеу құқығын береді. Осы қылмыстық істегі ең алғашқы тергеуден бастап соңғы сот отырысына дейін барлық істерді мен өз-өзімді ақтау үшін, марқұмдарды қаралау үшін емес, тек объективті шындыққа көз жеткізу үшін және өзімнің шындығымды дәлелдеу үшін ғана барлығын айттым. Ешқандай бір-біріне қарама-қайшы ешқандай істер, сөздер болған жоқ. Бір ғана шындығым тек мен ешкімді жақсыдан жақсыз, нақақтан нақақ қастандық қылмадым. Осы сөзімді, осы ақиқатымды бұл өмірде құрметті сіздің алдыңызда да, ол дүниеде құдіретті Құдайдың алдында да анық айта аламын. Ешкім анадан айуан болып тумайды. Әрбір адамның бойында, әрбір адамға бағытталған ізгілік пен мейірімділіктің дәнегі болады. Бірақ менде сол дәнек қынарлы қара жерге емес, қара тастай қасарған қайын жұртқа түскендей болып, менде осылай тағдырымның талқан шыққанын қаламадым. Бар бастапқы қателігім, бала-шағам, әйелімді өз-өзінен жібермей, олардан айырылып қалуға қорқып, отбасым үшін соңына дейін тіпті жанкештілікпен күрескенім, соңы осылай қылмысқа келіп, әр адамның өзі баққан отбасынан айырылуы, бауыр басқан бала-шағасынан ажырауы, күйзелтетін күрделі құбылыс екенін және соны ұғынудың өзі ауыр сезім екенін әрбір адам түсінеді деп ойлаймын. Өйткені отбасын құрғанда адам уақыт өте қайтарып беремін деп алмайды ғой. Мендегі сол барлық сезім, сол отбасым үшін, барлық қылмысымның түп тамыры осы отбасыма тиісіп, қол соғып, ар-намысымды аяққа таптап, соның нәтижесінде болған. Соның қорытындысы деп білемін. Торғай кеш торғай да өз ұясын өлгенше қорғайды. Менің өз отбасым сақтайын деген іс-әрекетім уақыт өте асқынып, күрделі күреске арты осындай қанды кесапатқа әкелетінін мен де болжаған жоқпын. Қылмысында ешқандай келіспеушілік болған жоқ. Ең алғашқы тергеуге алынған кезде барлығын айттым, баяндадым. Сол кезде өзімнің қателігімді түсіндім. Сізде сұрадыңыз, осындай саған жасалған қысымдарды неге ағайын туысын айтпадың деп. Сол кезде мен өзім ең алғашқы сол тергеушіге ғана баяндадым. Сол кезде ішімнен бәрін ақтарып, сол тергеушінің шеберлігі шығар, ішімнен бәрін суырып, ақтарып алғандай болып, сол кезде үстімнен ауыр жүк түскендей болып, олардың маған жасаған қысастықтарын, оларға қарсы жасаған қылмыстарының бәрін айтқанда, сол өзімнің ауруымды анықтадым ғой, ішіме бәрін жинап, сол ішіме жиналған ашу, ыза, кек, темірді өзі тоты жейді, адамның өзінің ішіндегі уайым қайғысымен кегізейді. Яғни сол кек болып кеткенімді, яғни кектің арқасында осындай күйге жеткенімді түсіндім. Яғни қылмысымда барлық 13 эпизодта да ешқандай қаласым жоқ, мойындаймын барлығын. Өз қолыммен істедім, кектің арқасында жасадым. Барлық 4 қылмыстық кодекстің 4 бабында мойындаймын, ешқандай болғанда қаласым жоқ. Оған берілетін жазаны да дауламаймын, кез келген жазаны, мемлекеттің кез келген жазасын дайынмын. Тек қана мен айтарым, мемлекет пен Құдайдың алдында ғана жауап беремін. Өйткені мен нақақтан нақақ ешкімге қиянат жасалмадым. Өздері осыған дейін адамды айуан болып әкелді. Намысыма тиіп, әбден қитығыма тиіп, шығатын жол таба алмадым. Артында отбасын тастап кететін. Отбасында тірідей айырылуға қимай, осындай жанкештілікке бардым. Оларды да өзімді де жойғым келді. Түсінемін, қателестім. Яғни орын толмас өкініш. Қанша тырыссам да ол марқұмдарды өмірге қайтара алмаймын. Тек өмірмен өтуге дайынмын. Мүмкін мемлекеттің жазасы адамды қылмыскерден кек алу болса, өмірінен де айырылса да ешқандай қарсылығым жоқ. Ал егер мен жеке тұлғам, кек болып кеттім, қателестім, бірақ мемлекет ізгілік, мейірімділік қағидасы болса, екінші бір мүмкіндік берсе, мүмкін сұраудың өзі орынсыз шығар, бірақ шекті мерзімге жаза тағайындауын сұраймын. Өзім үшін емес, мүмкін ата-анамды бұл сандықта көрмеспін енді. Бала-шағам үшін сұраймын, құрметті сот. Бірақ қандай жаза тағайындасаңыз да разымын соған. Бұл өмірде жазамды өзіңіз тағайындайсыз. Басқа айтарым жоқ. Рахмет.
соңғы сөздегі сөзіңізде мен барлық айыпты мойындаймын деп айттыңыз, ал сот тергеуінде кейбір тармақтар бар. сол пікіріңізде қаласыз ба? Тармақты 13 тармақты мойындамаймын. Қылмыс мотивінде мен айттым, тергеушіге айттым. Наурызға қатысты, тармақтарға қатысты айтқан пікіріңізде сол пікірде қаласыз ба? Ең алғашқы тергеуге берген жауабымда қаламын, ешқандай өзгеріс. Жоқ, кеше мына жарыссөз басталардың алдында мен сізден әрбір күн бап бойынша нақтылап шықтым, сол пікіріңізде қаласыз ба? Әлде өзгертесіз бе деп сұрап? Сіздің сөзіңізге байланысты. Сіз өзгертетін болсаңыз, сонда біз сот тергеуін жаңғыртып, сізді қайта жауаптау керек боламыз. Ең алғашқы тергеуде қалай жауап бердім, сол арқылы сараласаңыз болады. Сотталушы Сәрсенғали Сұлтан Самиғұлұлы сізге сот соңғы сөз сөйлеу құқығын береді.